Болашақ бағдарламасының Қазақстан болашағы үшін маңызы қандай? Қазақстанда ғылымның дамуында қандай жаңалықтар болды? ЮНЕСКО көлемінде аталып өткен мерейтойлар туралы не білесің? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Болашақ бағдарламасының Қазақстан болашағы үшін маңызы қандай? Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 1993 жылдың 11 қарашасында болашақ халықаралық стипендиясы белгіленді. Алғаш рет 1994 жылы 187 қазақстандық студент әлемнің 14 елінің жоғары оқу орындарына жол тартты. Бүгінде болашақ бағдарламасының түлектері мемлекеттік қызметте, білім және денсаулық саласында, ұлттық компанияларда жұмыс істеуде. Қазақстанда ғылымның дамуында қандай жаңалықтар болды? 1992 жылы ғылым мен жаңа технологиялар министрлігі құрылып, елімізде ғылымның дамуының жаңа кезеңі басталды. 2001 жылы 12 шілдеде ғылым туралы заң қабылданып, 2003 жылы қазанда жаңа заман талабына сай ғылым академиясы қайта құрылды. 2001-2005 жылдары Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен ауыл шаруашылығы саласы бойынша ғылыми техникалық бағдарламалар қабылданды. Ғылымды дамытудың 2007-2010 жылдарға арналған бағдарламалары бекітіліп, нанотехнология және биотехнология бойынша әрі ұлттық зертханалар, еліміздің жоғарғы оқу орнының қасынан инженерлік зертханалар ашылды. 2008 жылы ғылыми жұмыстардың сапасын арттыру мақсатында Плагиат информ жобалық бағдарламасы бекітілді. Қазақстан ғалымдары еліміздің өткен кезеңін, ата тарихын зерттеуге қомақты үлес қосты. Көне заманнан бүгінге дейін 5 томдық Қазақстан тарихы, академик Әлкей Марғұланның 14 томдық тағы басқа ауқымды туындылар жарыққа шықты. ЮНЕСКО көлемінде аталып өткен мерейтойлар туралы не білесің? ЮНЕСКО бағдарламасы шеңберінде Қаныш Сәтбаевтың туғанына 100 жыл толуы елімізде кеңінен аталып өтілді. Түркістанның 1500 жылдық мерейтойына қарсы Қазақстан мен түркі әлемінің рухани тарихындағы Түркістан және Қожа Ахмет Яссауи тақырыбында халықаралық ғылыми практикалық конференция өтіп, алыс жақын шетелдерден 200-ден аса ғалым мен маман келді. 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығы кең көлемде аталып өтілді. Парижде ЮНЕСКО көлемінде Қазақ хандығына 550 жыл атты халықаралық ғылыми конференция болды. Қазақстан Республикасының әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына ену міндеті елде ғылыми сыйымды технологиялық білімі бар, басқарушылық қабілетке ие, нарықтық экономикада дұрыс бағыт таңдай алатын жоғары білікті мамандар болған кезде және дүниежүзілік нарықтық экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін тиімді білім беру жүйесі құрылғанда шешіле алады.